Өте жақсы. Келесі сұрақ. Сіздің ойыңызша, егер адам 2 грамм мышьякты алып қабылдаса, кешке ол көңілді бола ма? Енді егер ол өлі дененің қуаны жақсы деп санаса, онда ол рахат болады. Жақсы, мен сізге улар деп аталатын нәрсе туралы айтқым келеді. Сіз улардың бар екенін білесіз. Таңертең ешқандай ақылды адам у ішпейді. Ол өмір сүргісі келеді және ләззат алғысы келеді. Дегенмен улардың белгілі бір әрекет схемасы бар екенін аз адамдар біледі. Біз тіпті білмейміз. Біз кейде уларды ішеміз және бұл туралы білмейміз. Әрбір у белгілі бір схема бойынша әрекет етеді. Маған айтыңызшы, алдымен мен сөзді нақтылағым келеді. У бұл организмде табиғи түрде жоқ зат. Егер ол денеге енсе, онда ол денеге зиян тигізеді. Келісесіз бе? Жақсы. Сонымен улар адамда ағзасында улар бар ма? Сіздің ойыңызша? Дене одан арылуға тырысады ма? Ол мұны қандай және қалай жасайды? Байқаған шығарсыздар, мен жақсы түсіндім. Өте жақсы. Сонымен уланудың осы схемасын қарастырайық. Мұнда кішкентай у саны түседі. Егер үлкен у саны түссе, дене қиын әрекет етеді. Әрине, өте қиын. Егер өте аз мөлшерде улану пайда болса, онда бұл дене аздап белсенді болады. Яғни дененің өзі белсенді болады. Адам жай ғана көңілді емес, денесі белсенді бола бастайды. Егжей-тегжейін айтайын. Мұнда кішкентай у саны түседі. Сол кезде ми, бұл керемет компьютер, ми есептейді. Денеге не кірді? Бұл бар ма? Ондай жоқ. Бұл артық па? Артық. Шығару, жүрекке бұйрық. Жүрек тезірек соғыла бастайды, қан ағзадан тезірек өту үшін. Дене белсенді түрде қолмен жұмыс істей бастайды. Аяқпен билейді, би билейді және ән айтады. Көздер жарқырайды, мұрын қызарады. Вариант ретінде, сіз мен не туралы айтып жатқанымды түсіндіңіз. Менде осындай аңғал сұрақ бар. Сіз 50 грамм арақ ішкен адамды өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Мен түсіндім, көрдік. Байқаңыз, мен сіздің ішкеніңізді сұрамаймын. Сонымен, адам 50 грамм арақ ішеді, дәл солай. Бірақ арақпен мен бұл схеманы мүлдем түсінгеніңізді қалаймын. Бұл өте қызықты. Мұнда 50 грамм келеді, ми, арақ бар, жоқ, шығару, жүрекке бұйрық, жүрек соғып, қан жүгіреді, дене арақты шығару үшін жұмыс істейді, би билейді, ән айтады, жалпы ол қарқынды жұмыс істейді. Ал адам ойлайды, 50 грамм жақсы, ал 100 жақсырақ. Ол тағы 50 грамм қосады, ми, ауру сияқты, мүмкін, түк түсінбейді екен. Тағы да жеделдік қажет. Арақ одан да тез шығарылу үшін жүрекке бұйрық, жүрек тез соғылады, қан денені айналып өтеді, дене қазірдің өзінде жылы, бет жағы қызғылт, көздер жарқырайды, шексіз би билейді, әндер қатты, ол қыздарға жабысады, және бұл ойлайды, 100 грамм жақсы. Ал 150 одан да жақсы. Және ол тағы да қосады. Енді қараңыз, мұнда есептеу жүреді. Компьютер керемет болғандықтан, ақыл керемет компьютер. Ақыл есептеулер жүргізе бастайды. Егер мен осындай жылдамдықпен жылдамдатсам бұл нақты денені, содан кейін осы уақыт өткеннен кейін дене күйіп кетеді. Егер сіз жай ғана бір-біріңіздің қолыңызды қатты сипасаңыз, ол қыза бастайды. Елестетіп көріңіз, ол жылынып, бум! Бум болмау үшін ақыл басқа бұйрық береді. Баяулаңыз, дене баяу-баяу жұмыс істей бастайды. Менің ойымша, сіз баяу денені көрген сияқтысыз. Келесі сұрақ, қарапайым. Қолыңызды көтеріңіз. Баяу дененің өшуді жалғастырғанын кім көрді? Сізде өте жақсы өмірлік тәжірибе бар. Енді келесі сұрақ, өте қарапайым. Баяу дене одан да әрі өшуді жалғастырса, онымен не болады? Ол қай уақытқа дейін баяулайды? Құламағанға дейін. Дене жай ғана құлап жатыр. Осы сәтте өте қызықты нәрсе болып жатыр. Мұнда дене сөнеді. Мен сізге оның неге өшірілгенін түсіндіремін. Яғни есептеу одан да әрі жүреді. Қарапайым есептеу, егер мен денені өшірмесем, бұл ақыл ойлайды. Үшінші кезең болады, және ол өте қайғылы болады. Яғни ешкімге ұнамайды. Дененің жай ғана тірі қалу үшін ол өшеді. Кенде мұндай болады ғой. Ішті және сөніп қалды. Ал таңертең тұрып, қалғандары сөнбегені белгілі болды. Сіз ұйықтап қалғаныңызға өкінбеңіз, сіз жай ғана аман қалдыңыз. Егер дене өшірілмесе, сіз одан да әрі ішіп, өлуіңіз мүмкін. Бұл әр удың әрекет ету сатысы. Олардың саны үшеу.
Енді екінші мысал келтірейін. Бірінші мысал кең таралған. Тіпті ешкім ойламайды. Сіз кофе сияқты сусын туралы бәрін естідіңіз бе? Егер бір адам бір кесе кофе ішсе, ол сергек бола ма? Сіздердің біреуіңіз мұндай нәрсені жасауға тырысып көрді ме? Көп кофе ішіп, ұйықтамадыңыз ба? Бірақ ұйықтамаудың орнына ұйқышылдық пайда болады. Иә, сізде бұл екінші саты болды. Қазірдің өзінде дене жеткілікті дейді. Егер сіз ішіп, шелекке дейін ішсеңіз, сіз өлесіз. Жаңа мәселе, сіз бір шелек кофе ішпейсіз, тек асқазанға сыймайды ғой ол. Сондықтан бұл мүмкін емес. Дегенмен бұл барлық үш нүктеде жұмыс істейді. 1 кесе, 10 кесе шелек, бұл анық, иә? Жақсы. Келесі мысал, бұны ешкім ішпейді. Жалпы таңертең де, түстен кейін де, кешке де емес. Егер сіз тек 0,2 грамм мышьяк ішсеңіз, сіз өлесіз. Ал сол 0,2 грамм мышьяктың кішкентай бір пайызын микроскоппен өлшеп алсаңыз, онда мүмкін бірінші нәрсе болатын да шығар. Онда не болатынын дәл білмейміз, бірақ адам көңілді болатын да шығар. Ал сіз мышьякты сәл көп ішіп қойсаңыз, мүмкін релаксация болады, мүмкін ұйықтайсыз, немесе өте жаман болуы мүмкін. Ал сіз жаман болған кезде адамның қайда баратынын білесіз. Егер сіз 0,2 грамм мышьяк ішсеңіз, сіз өлесіз. Бұл түсінікті ме? Жақсы. Бұл кез келген уланудың әрекет ету схемасы. Енді біз қорытынды жасаймыз. Сұрақ. Барлық олар осы схема бойынша әрекет ете ме? Менде сізге бір сұрақ бар. Есірткі мен алкоголь дегеніңіз не? Бұл қарапайым улар. Бұл жай улар.